Сәлем достар, бүгін мен сіздерге 2013 жылғы драмалық триллер туралы айтып беремін. Олдбой. Фильмнің басында біз Джо есімді адамды көреміз. Ол жарнама менеджері және ештеңеге мән бермейтін адамға ұқсайды. Бұл күні ол жұмысқа кешігіп, әріптесімен кездеседі. Ол әдеттегідей кешігіп келгендіктен ренжіді. Біраз уақыттан кейін оның бастығы кеңсеге келіп, бүгін кешке кейбір маңызды қонақтарға барып, олармен келісім жасауды сұрайды. Әйелі Донна оған қоңырау шалып, қызының туған күнін ұмытпауын сұрағаннан кейін, Джо бүгін кешке келе алмайтынын, өйткені ол маңызды қонақтарды қарсы алатынын айтады. Келесі көріністе біз оның клиенттермен бірге отырғанын көреміз. Оның әріптесі Кароль де оған көмектесу үшін сол жерде. Сол себепті клиент келісімге келіседі және шұғыл қоңырауға шығады. Бұл уақытта ол Карольмен сырласады және оған өзінің жоспары туралы айтады. Онымен болған түні бұған ренжіп, оған көмектескенін айтады, өйткені ол одан тезірек құтылғысы келді. Клиент олардың әңгімесін естіп, Джоның бетінен ұрып жіберді. Жаман мәмілеге байланысты Джо көп ішеді және ішімдік ішу үшін досының барына барады, бірақ дос одан кетіп, келесі күні қайтып келуін сұрайды, өйткені ол мас болып қалды. Тағы бір таңертең Джо көзін ашып, дәретханаға кіреді, душтың қосылып тұрғанын көреді. Ол жерде біреу бар деп ойлайды, бірақ душ бос. Жан-жағына қараса, ол бейтаныс бөлмеде екенін түсінеді. Ол шығудың жолын табуға тырысады, бірақ бөлме темір есіктермен жабылған. Бөлмеде анда-санда декорацияны өзгертуден басқа ештеңе жоқ. Түрмеде тамақ беріп жатқандай, ол кісіден қайда екенін сұрамақ болады, бірақ ол жауап бермейді. Оған бір бөтелке ішімдік қосылған негізгі тағам ұсынылды. Олар оған үнемі жек көретін тағамды береді. Содан кейін ол киелі кітапты, қалам мен бос дәптерді тауып алады. Бөлмеде оның сүйікті арнасын көрсететін теледидар да бар. Көп ұзамай бөлме жұмбақ газға толып, оны төсекке құлатады. Бөлмеге белгісіз ер адам кіріп, оның шаш үлгісін, саусақ іздері мен сілекейін алады. Келесі күні Джо теледидар көріп, әйелінің қайтыс болғанын және 3 жасар қызы қалғанын көреді. Күн өткен сайын ол иесінен танып қалады. Сондықтан 4 жыл өтеді және ол психикалық бұзылулардан зардап шегеді. Бір күні ваннадан егеу құйрықты тауып алып, оны сипады. Тағы бір күні оған жаңа жігітінен түскі ас берілді. Осы оқиғадан кейін ол толығымен бұзылып, айнаны сындырады. Білегін әйнекпен кесуге тырысады. Ол өз-өзіне қол жұмсағысы келді, бірақ ол сәтсіз аяқталды. Таңертең ол сақал мұртсыз оянады, білегі таңылған және бөлмесінде қазір айна жоқ. Ол бөлменің бұрышынан фотоаппарат тауып алады. Ал мұнда бізге қара адам оны бақылап тұрғанын көрсетеді. 5 жыл азаптан кейін оның жасырын жоғалуы туралы телешоу бар. Сонымен қатар скрипкада ойнайтын қызын көрсетеді. Джо қуанады. Оны көргенде қызын бірнеше жылдан кейін алғаш рет көргенін, оның өте әдемі екенін, қызына жақсы әке болғысы келетінін, ішімдік ішуді қойып, сау болуға тырысатынын жазады. Қазір оның ішімдікке деген қатты құмарлығы бар, бірақ ол өзін-өзі басқарады. Ол ақыры ішуді толығымен тоқтатты және душ кезінде қаламсапты алып, қашу жоспарын ойлай бастады. Ол бетонды плиткадан ажырата бастады. Бірнеше жылдан кейін ол қызына соңғы хат жазады. Ол хаттарды жинаған кезде оны соттамас бұрын хаттарды оқуын сұрайды. Кенет теледидардан оның қызы, Мия көрсетіледі. Ол әкесі анасын өлтірді деп ойлайды және оны жек көреді. Бұл уақытта газ қайтадан бөлмені толтырады және Джо есінен танып қалады. Ол көзін ашқанда өзін мүлдем шалғай жерде хаттар, ақша және ұялы телефон қалдырған қорапта көреді. Көп ұзамай ол біреудің қолындағы таңбалары бар қолшатырмен өтіп бара жатқанын көреді. Оған жақындағанда бірнеше жігіт ханымды жалғыз қалдыруды айтып оған шабуыл жасайды. Ол қарсылық көрсетіп, оларға төтеп береді. Сосын ол баяғы қолшатырды қайта көреді және ол баяғы қыз емес, оның орнына психикасы бұзылған жігіт. Ол кейінірек досының барына барады. Ол жерде Джоның тірі екенін білгенде таң қалады. Джо оған кезіккеннің бәрін айтып береді. Кенеттен телефон шырылдады. Белгісіз біреу Джоға екінші мүмкіндікті жіберіп алмауды және егер ол бөлмеге оралғысы келмесе, жақсылық жасауды айтады.
Джо осының бәріне қатысы бар деп күдіктенетін адамдардың аты жөнін жазып алды. Джо түні бойы іздестірілді. Таңертең досы оны ес-түссіз жатқан жерінен тауып алып, жедел жәрдем шақырады. Мари Ю есімді қыз келіп, оның бәрі жақсы деп сендіреді. Ол Джоның тарихын білуге өте қызығады. Және түні бойы ол Джоның хаттарын оқиды. Оның қызына деген сүйіспеншілігін көргеннен кейін өзегіне әсер етті. Ол оянып, хаттарын оқыған үшін Мариге айғайлайды. Ол оған кетуді айтады, бірақ ол оған көмектескісі келеді. Кейінірек олар бірінші күдіктіге барады. Бұл оның бастығы. Джо оны ол емес деп санайды. Олар мейрамханаға барғаннан кейін, бірақ Мари оны тастап кетті. Өйткені ол өз ауысымында болуы керек. Кенеттен оған 20 жыл бойы тамақтандырған тағам беріледі. Ол бұл тағамды кім жібергенін білгісі келеді. Ол бір адамды табады. Оны ұстаған ғимаратта оның соңынан ереді. Ол күзетшіні өлтіреді. Және олар көп адамды ұрлап әкетіп, оларды бірдей тамақпен тамақтандырған сияқты. Ол оны үнемі бақылап жүрген бір адамды тапты. Джо оны білу үшін азаптайды. Оны осында қалдыруды кім айтты? Олармен тек телефон арқылы аты жөнін сұрамай сөйлесті. Джо оны ұрлағысы келген адамның аудио жазбаларын алып кетіп қалады. Ол досының барына келгенде, оның артында отырған адам қоңырау шалып, ол ұрыспақшы болады. Бірақ олар оны оңай ұстап алады. Адриан есімді адам қызын қаласа, өзін дұрыс ұстау керек дейді. Ол оған әйелін өлтірген видео таспаны көрсетеді. Оны жасаған және оны ұрлап кеткен адам екені белгілі болды. Ол оған ұсынады. Миллиондаған доллар кісі өлтіргенін өз қолымен мойындап, 2 сұраққа жауап берсе, оның көзінше өзін атып тастауға уәде береді. Ол кім және не үшін оны 20 жыл бойы ұрлады? 46 сағат ішінде қанағаттанарлық жауап берсең жеңесің, ал болмаса қызын өлтіремін дейді. Джо мен Мари жаңа мәліметтерді іздейді, және олар бірге Джо оқыған академияны табады. Сол жерден академияға жетеді. Джо ескі виньетка табады. Ол жерден Адрианның фотосын табады. Олар бірге оқыған үйге қайтып келе жатқан Джо досына қоңырау шалып, Адриан туралы сұрайды. Мари шомылып жатқанда оған жақындап, оны еркелетіп, олардың сүйіспеншілігін тудырады. Джоның досы Адрианның академияны бұрын қорқытып жүрген әпкесінің атымен ашқанын біледі. Адриан оның соңынан еріп, әпкесін ренжіткен үшін оны өлтіреді. Джо мен Мари әпкесі туралы бірге біледі. Адриана ол Джо оны қорлаған академияда болды. Содан кейін ол оны әкесімен бірге ұстап алды. Келесі күні таңертең ол өз-өзіне қол жұмсады. Өйткені Джо көргені туралы барлығына хабарлады. Джо бірден Адрианға келеді. Ол одан 2 жауап сұрайды. Біріншісі, оның есімі Адриан, екіншісі, Джоның сол кеште көргені туралы барлығын айтқаны. Адриан оған ақша беріп, оны жасыл бөлмеге апарады. Ол Джоның осы жылдар бойы көрген барлық шоуларын, және шын мәнінде әкесі мен әпкесі сияқты онымен бірге жасаған нағыз қызы Мариді таратады. Мұны естіген Джо ауырып жылайды, ал Адриан уәдесін орындап, өзін өлтіреді. Бар болғаны, мырзалар, каналға жазылуды, лайк басып, ұсынылған видеоларды көруді ұмытпаңыз. Жақында кездескенше, өзіңізді күтіңіз.